Сәлеметсіздер ме оқырмандар, менің атым Қожа. Бірінші сабақ. Менің атымды атай бастасам тілім таңдайыма жабысып қалғандай болады да тұрады. Адамның атының сүйкімді болуы да зор бақыт па деймін. Мәселен, Мұрат, Болат, Ербол, Бақыт деген аттарды алып қараңдаршы. Айтуға да ықшам, естір құлаққа да жағымды. Әрі мағына жағынан да қазақ тілінен сабақ беретін Майханова тәтеше айтқанда, бұлар жоғары идеялы есімдер. Мұндайлар өз атын кәдімгідей мақтаныш көріп, біреумен таныса қалса мәнерлеп, көтеріңкі дауыспен айтады. Ал енді айтуға да естуге де құлайсыз есімдер бар. Өзге түгіл өзіңе де ұнамайды-ақ. Әттең қолдан келсе табанда өзгертіп, әдемі аттардың бірін иемденіп алар едің. Бірақ амалың нешік? Сен Қызылшақа болып жөргекте жатқанда сондағы ақмақтығыңды пайдаланып, әке-шешең немесе шілдеханаға келіп дуылдап отырған басқа біреу солай атап жіберген. Өскенбайдың баласына тыңжыртар деп қойған секілді, өзге қызу жұрт солары да ду қостап, осы болсын балаң аты, осы болсын, мұнан жақсы атты дүниені шырқ айналсақ та таппаймыз дескен. Міне сол күннен, сол мезеттен бастап әлгі ат сенімен бірге туғандай маңдайыңа шапталған да қалған. Енді одан көзің тіріде қашып құтыла алмайсың. Ұнатпасаң да мойныңа іліп жүре бересің. Өмірде осы тәрізді әділетсіздіктер толып жатыр. Жуырда мен газеттен оқыдым. Қытайлардың ат қоюы қызық болады екен. Бала 5-6 жасқа толғанша оның тәуелді аты болмайды. Ортаншым, кенжем, сүйіктім, жұпарым деген секілді шартты атаумен атап жүреді. Ал есі кіріп 5-6 жасқа толғаннан кейін бала өзіне қандай есім ұнаса, соны таңдап алады. Міне әділдік деген. Осы дұрыс емес пе? Менің атым Қожа. Шынымды айтсам, бұл о баста Қожа емес, Қожаберген екен. Туу куәлігінің өзінде солай деп жазылған. Бірақ дүниеде не қилы ғажайып құбылыстар бола беретін тәрізді. Бертін келе Қожабергеннің құйрығы үзіліп түсіп қалыпты. Сонымен мен өзім ес білгелі Қожамын. Ауыл-аймақтың бәрі де солай атайды. Біз бір класста 2 Қожамыз. Сүттібайдың үлкен баласының аты да Қожа. Оқушылар екеумізді шатастырып алмас үшін өңімізге қарап мені Қара Қожа, оны Сары Қожа деп атайды. Фамилиям Қадыров. Бір кезде Қадырұлы деп те жазып жүрдім. Бірақ жұрттың бәрі оф болып жатқанда менің олардан алабөтен жарылып шыққаным жарамас дедім де Қадыровқа қайта келдім. Сөйтіп мен сендерге өзімнің аты жөнімді айттым. Ал көркем шығармада кейіпкердің кім екенін аталып қана қоймай, сырт бейнесі қоса сипатталатын дәстүр бар ғой. Енді соған көшейін. Мынау міне мұрным. Әжем кейде менің атымды атамай тәмпіш неме дейді. Оның айтқаны ып-рас екен ғой. 2 танауыма 2 саусағым еркін сыйып кетерлік. Қос ауыз мылтықтың аузындай үңірейіп тұр. 2 шекемнің шығыңқылығы болмаса, басым қарбыз тәрізді доп-домалақ тап-тақыр. Шашымды Әубәкір шал кеше ғана ұстарамен сыпырып алып тастаған. Ох, менің шашым. Қаттылығы, қайраттылығы шошқаның қылшығынан бір кем емес. Осы ауылда оны алуға жарайтын бір ғана ұстара бар. Ол Әубәкірдікі. Оның өзі де алғаш салған бетте тұтқырланып жүрмей қалады. Шашымды әр алған сайын Әубәкір мені бірінші рет кездестірген адамдай таңғалып бітеді. Япырай, мұндайда шаш біте береді екен-ау. Мынау шаш емес, тікенек қой, тікенек. Мінезіңнің шатақтығы осыдан-ақ көрініп тұр. Сол жақ құлағымның астына таман бір түйір қалым бар, ал бойымды біреулер орта бойлы дейді. Әжем болса әкең тәрізді сұңғақ боласың дейді. Өткен күзде мектепте дәрігер қарап өлшегенде 139 сантиметр шыққан едім. Жасым 12-де, 5-ші класты бітіріп отырмын. Таңертеңгі шайымды ішіп алғаннан кейін аяңдап мектептің спорт алаңына қарай келе жаттым. Қолтығымда добым бар. Біздің Спартак кеше қайраттықтардан 7-де 5 болып ұтылған еді. Бүгін оларды қалайда жеңуіміз керек. Команданың капитаны ретінде соған қатты ширығып іштей дайындықпен келе жатырмын. Мектептің жанында жантас ұшыраса кетті. Қолында мөр басылған бір жапырақ жазулы қағазы бар. Соны шертіп қойып, «Қарагөже, мынаның не екенін білесің бе?» дейді. Ол не? Лагерге жолдама. Біз лагерге баратын болдық. Ал сен көшедегі иттерді тәртіпке салуға ауылда қалатын болдың. Тілінің қыршаңқылығы үшін жантасты мытып алғым келіп тұрдым да, әуелі жолдама жайын тиянақтамақшы болдым. Оны саған кім берді? Кім беруші еді? Майханова апай берді, бірақ сен жоқсың тізімде. Неге жоқпын? Жантастан Майханованың қайда екенін сұрап едім, мектепте деді. Бұдан былай біреуді келемеждеп сөйлеудің қандай екенін білу үшін жантасты мұрынға сырт еткізіп бір шерттім де жүгіре жөнелдім. Сол бойда екпіндеген қалпыммен мұғалімдер бөлмесіне алқынып кіріп бардым.
Майханова бірдеңе жазып жалғыз отыр екен. Маған басын көтеріп алып таңырқаған кейіппен қарады. Не болды Қадыров? Лагерге жолдама беріңізші маған. Саған бұл жолы жолдама берілмейді. Екінші кезекте барасың. Неге? Неге болушы еді? Барлық оқушыға бірден жетіспейді. Ал екіншіден ең әуелі біз лагерге үлгілі тәртіпті оқушыларды жібереміз. Жантас немене? Менен артық болғаны ма? Бермесеңіз қойыңыз дедім де жалт бұрылып есікті бар күшіммен тарс жауып жөнеле бердім. Соңымнан ілесе шыққан Майханова: Қадыров, бері кел. Мен бұрылып та қарамадым. Қадыров, есіктен жүгіріп шығып кеттім. Енді білу тапсырмаларының сұрақтары. Қожаның ойынша қандай есімдер жоғары идеялы есімдерге жатады? Тағы қандай есімдер бар? Өмірде қандай әділетсіздіктер толып жатыр? Кейіпкер газеттен қандай мәлімет оқыды? Кейіпкердің портреттік сипаттамасы қандай? Қожаның шашын кім алады? Қожа туралы не білдіңдер? Қожа таңертең қайда келе жатты? Оған кім ұшыраса кетті? Жантас екеуі не туралы сөйлесті? Қожа не істеді? Қожа қайда келді? Майханова оны қалай қарсы алды? Екеуі не туралы сөйлесті? Майханованың жауабын естіген Қожа не істеді? Білу жауаптары. Қожаның ойынша Мұрат, Болат, Ербол жоғары идеялы есімдер. Тағы қандай есімдер бар дегенге таңжыртар. Үшінші сұрақтың жауабы: нәресте қызыл шақа болып жатқанда оған қалай болса солай ат қоя салады. Төртінші сұрақ: Қытайда бала 5-6 жасқа толғанша оған ат қойылмайды, кейін өзінен сұрап ұнатқан атын қояды екен. Бесінші: қара өңді екі танауына екі саусағы сиып кететіндей, екі шекесі шығыңқы, басы доп-домалақ, шашы қалың. Қожаның шашын Әубәкір шал алады. Қожа қайсар бала, өз есімі өзіне ұнамайды, түрі де. Тоғызыншы: Қожа мектептің спорт алаңына келе жатқанда Жантас ұшыраса кетті. 10-шы: Жантас оған қолындағы лагерге алған жолдамасын көрсетті. 11. Қожа Жантастан Майханованың қайда екенін сұрап мұрнына сырт еткізді. 12. Мұғалімдер бөлмесіне Майханова апайға келді. 13. Майханова Қожаға таңырқай қарады. 14. Майханова Қожаға лагерге екінші кезекте баратынын, бірінші кезекте үлгілі оқушылар баратынын айтты. 15. Есікті тарс жауып бұрылмастан кетіп қалды. Енді түсіну сұрақтары. Неліктен Қожа атын өзгерткісі келеді? Аты өзіне неге ұнамайды? Не себепті Қожа өмірде әділетсіздіктер толып жатыр дейді? Неліктен сыныпта оны Қара Қожа деп атайды? Әжесі неге тәмпіш қара дейді? Әубәкір шал неге Қожаның шашын алған сайын таңғалады? Қожа қандай мақсатпен спорт алаңына келе жатты? Қожа не себепті Жантасты мұрнынан шертті? Майханова неліктен Қожаға таңырқап қарады? Неліктен Қожа есікті тарс жауып жөнеле берді? Қожаның тентек болу себебі неде деп ойлайсыңдар? Түсіну жауаптары. Бірінші: Қожа өз атын біртүрлі естіген құлаққа жағымсыз деп есептеп ұнатпайды, сондықтан атын өзгерткісі келеді. Екінші: туылған нәрестеге өзінен сұрамай есім қоюды әділетсіздік дейді. Үшінші: сыныпта екі Қожа болғандықтан шатастырмас үшін өңдеріне қарап Қара Қожа деген. Төртінші: танауы жалпақ болғандықтан әжесі тәмпіш қара деп атайды. Бесінші: шашы қалың қатты болғандықтан Әубәкір шал таңғалады. Алтыншы: футболда қарсылас командасы Қайратты жеңу мақсатында келе жатыр еді. Қожа келемеждегені үшін Жантасты мұрнынан шертті. Сегізінші: Қожа мұғалімдер бөлмесіне екпіндеп кіріп келгендіктен Майханова оған таңырқай қарады. Тоғызыншы: Майханованың жауабын естігенде Қожа ашуланып есікті тарс жауып шығып кетті. 10-шы: Қожаның мінезі қызба, кейде ойланбай әрекет етіп тентектік жасап қойғанын байқамай қалатын сияқты.